Баршаға сәлем. Ұстаздар қауымына анимацияланған видео әрқашан тиімді көмекші құрал. Оның көмегімен сабақ барысында қолдануымызға қызықты тапсырмалар құрастыруымызға болады. Солардың бірі аниматрон. Ол үшін аниматрон деп әдеттегідей Google браузерінің жолағына жазамыз, тіркелеміз, студио дегенді басамыз. Бізге осындай терезе ашылады және Start Creating дегенді басамыз. Осы уақытта осылай загрузка жүреді. Ендеше сізге осындай терезе ашылатын болады. Бұл жерден біздер мына жерде көптеген видеоның үлгілерін көріп тұрмыз. Яғни біз осы видео үлгілерімен жұмыс жасайтын боламыз. Мысалға мен өзіме қажетті бір видео үлгісін таңдаймын. Мысалға мына видеоны таңдаймын. Бұл жерде көптеген кейіпкерлер осы видеоға байланысты заттар болады. Сіз өзіңізге қажетті затты, өзіңізге қажетті кейіпкерді таңдап, осы жерге анимацияланған видео жасауыңызға болады. Әуелі мен фон таңдаймын. Фонды да осы жерден таңдап аласыз. Мысалға, мына фонды аламын. Маған осы фон қажет. Және осы жерден мен кейіпкер таңдаймын. Мына кейіпкер маған қажет. Және төменнен тағы бір кейіпкер таңдаймын. Мысалға, мына кейіпкерді таңдаймын. Және кейіпкерді таңдаған соң өзіңіз өлшемін ыңғайлап аласыз. Мысалға, мен сәл үлкейтіп алдым. Әрі қарай мына жердегі линейканы, яғни сызғышты көріп тұрсыз, плюсик, минусты көріп тұрсыз. Плюсик, яғни сіздің тапсырмаңызды әрі қарай ұзартуына көмек береді. Ал егер қысқартамын десеңіз, минусты басасыз. Осы кейіпкердің, мысалға, мына тұрған кейіпкердің қай жерге дейін баратынын, осы тапсырманы құрастыру барысында қай жерге дейін болу керек. Міне осы өлшемді, міне осы көк жазу арқылы өзгертіп отырамын. Яғни менің кейіпкерім, осы кейіпкерім мына жерге дейін келеді де, әрі қарай видеоның барысында жоқ болады десем, мінекей мына жерге дейін қысқартып қоямын. Және мына кейіпкер соңына дейін барады десем, мінекей басынан бастап 10-шы линейканың сызығына дейін тұр. Егер де плюсикті бассам, мінекей 11-шы әрі қарай осы соңына дейін осы кейіпкермен жұмыс жасаймын деп мен видеомды құрастырдым. Енді әрі қарай мен қалай тапсырма құрамын? Байқап тұрсаңыздар, мына жерде көптеген құралдар бар. Яғни осы жерден текстті, суретті, аудионы енгізуіңізге болады. Аудионы енгізу үшін сіз мына жерде микрофон бар. Сол микрофонға айту арқылы немесе белгілі бір музыканы жазу арқылы енгізе аласыз. Қазір мен текст енгізуім керек, сондықтан текст дегенді басып, экранды 2 рет шертемін. Сол уақытта мінекей маған жазатын орын дайындап береді. Осы жерге мен тапсырмамды енгіземін. Тапсырма әрі қарай. Маған енді бұл қозғалыс болған соң, қозғалысқа байланысты тапсырма құрастыратын боламын. Мысалға, велосипедші 20 км/сағ жылдамдықпен 80 км ол жолда неше сағат жүрді деп
тапсырма құрастырамын. Енді осы құрастырған тапсырмамды мен жазуын кішірейтуіме болады. Кішірейтуіме болады және орнын өзгертуіме болады. Тағы да қосымша мен мына жердегі көріп тұрғаныңыздай мына жердегі белгілер арқылы стилін таңдауға жазуымның өзіме ұнаған стильді таңдап жазудың стилін өзгертуіме болады. Мысалға, мына стильді алайық. Осы стильмен мен жазамын және жазудың түсін таңдаймын. Мысалға, маған күлгін түсті жазу қажет деп жазуымның түсін таңдаймын. Осылай түсін таңдаймын. Ары қарай енді осы жазуым, менің жазған жазуым осы жерге дейін келсін де, ары қарай жауап шығу үшін мына жерге дейін қысқартуым керек. Осы жерге дейін келеді. Осылай мына жерде сәл пауза болу керек, өйткені оқушы сәл ойланады. Неше шамалы 10-ға дейін алып барып 5 секунд ойланатын етіп, ары қарай дұрыс жауапты енгізуім керек. Ол үшін тағы да текст дегенге басамын, экранды 2 рет шертемін, мына жерге жауабы деп жазамын. Жауабы немесе шешуі, кейіннен барып жазуы. Шешуі 80 бөлінген 20 тең 4. Жауабы ол жолда 4 сағат жүрді. Деп жауап беремін. Тағы да стилін таңдап жазудың түсін таңдаймын. Мен жазудың түсін таңдаймын. Тағы да күлгін түсті қажет. Деп күлгін түсті таңдаймын. Ары қарай мына жерде менің жазуым сәл шығып кетті, сондықтан былай қозғап қоямын. Ары қарай тағы да тапсырма құрастыратын болсаңыз, сәл жүретін етіп линейканы қосу арқылы тағы да тапсырма құрастыруыңызға болады. Ары қарай осы соңына дейін осы видеоны жүргізу арқылы тапсырмаларыңызды беріп өтсеңіз болады. Енді ары қарай немесе сіз мына жерден тағы да плюсикті басу арқылы басқа тапсырма құрастырсаңыз да болады. Немесе осылай
плюсиктерді басу арқылы сіз әрі қарай тапсырмаларды өзіңізше құрастыра бересіз. Мына жерде копиясын аламыз. Мына жерде плюсикті басу арқылы тағы да қосымша беттерді қоя аламыз. Енді сіз бұны қалай оқушыға жібересіз? Share дегенді басу арқылы сіз мына жерде мінекей копиясын алу арқылы осының мінекей осылай сіз оқушыға жібере аласыз. Немесе осылай экраннан көрсету арқылы бірден сол жерде тапсырманы шешуіңізге де болады. Барлық оқушыға осылай көрсету арқылы сіз тапсырманы бірден сол жерден көрсетуіңізге болады. Немесе share арқылы сілтемесін оқушыларға жіберуіңізге болады. Және сіз егер де бұл видеолардың үлгілері ұнамаса, өзім құрастырам десеңіз, import дегенді басу арқылы select files дегенді басасыз. Сол уақытта сіздің компьютеріңізге доступ ашылады. Сіз компьютеріңіздегі суреттер арқылы немесе видеолар арқылы өзіңіздің тапсырмаңызды енгізе аласыз. Мысалға мен мына жерде бірінші суретті таңдап, finish дегенді мына жерде мінекей мына жерде жүктеліп жатыр. Жаңағы мен алған суретім міне жүктеліп болды. Енді finish дегенді басамын. Finish дегенді басқан кезде мінекей менің жаңағы алған суретім мына жерге келіп түсті. Мысалға мынау Каспий теңізінің суреті. Осы Каспий теңізіне байланысты мен тапсырма құрастырамын дейтін болсам, осы жерге мысалға сұрақ енгіземін. Жаңағыдай текстті басу арқылы мына жерге сұрағымды жазамын және сұрақтың жауаптарын сұрақтан кейін шығатын етіп, немесе суреттермен бірге шығатын етіп, неге импорттан суреттерді таңдап, Каспий теңізінің жануарлары немесе Каспий теңізінің қандай жануарлар? Теңіз жануарларын ата немесе теңіз жануарларын ата немесе тағы да өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты құрастыра бересіз. Мысалға ғаламтордан жүктеп компьютеріңізге сақтап немесе әртүрлі жолмен осы жерге импортты басу арқылы осылай енгізе бересіз. Манағыдай стилін, түсін таңдай бересіз. Оқушы сәл ойланады, сәл ойланған соң неге шығады. Міне осы жерден аяқталсын деймін мысалға. Мына жерде мысалға мен үлкейтем. Мысалға үлкейтіп көрінсін десем, немесе осылай. Немесе жазуым шығып қайтадан өшіп кетсін дейтін болсам, мінекей осыны басамын. Текст енгізуіне болады. Қол, мысалға қолды таңдап, мысалға қол жазу етіп көрсетуіме болады. Мысалға мынаны бірінші келсін деп мынаған. Мысалға мына суретті таңдаймын да, жаңағыдай қолды таңдаймын. Бұл осылай шықсын деп мысалға. Сосын мына екінші суретімді алып келіп, тағы да осыны басып,
тағы да hand дегенді басамын, яғни қол дегенді білдіреді. Мінекей өзі стрелкалар беріп тұр. Міне осылай шықсын деп мен мінекей настройка жасаймын. Енді қарап көрейік. Басынан бастап. Бүгінгі жасаған дүниеміз осы. Сіздермен ары қарай көптеген видеоларды алдағы уақытта бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді білдіре кетіңіз.